Атырауда ұлыстың ұлы күніне орай ұлттық спорт түрлерінен жарыс өтті. Сайыста қала тұрғындары асық ату, арқан тарту, ләңгі ойнау, тоғызқұмалақ сынды ойын түрлерінен бақ сынады. Ал ауыл жастары көкпар тартысты. Наурызнамаға сәйкес ұлттық спорт күнінде Атырауда алаңға жиналған жұртшылық алдымен арқан тартысты. Сонымен қатар асық ату және ләңгі тебуден жарыс өтті. Ал есепке жүйрік балалар тоғызқұмалақ ойнады. Ұлттық спорт түрін кішкентай жеткіншек арасында насихаттау, дамыту, балалардың ойлау қабілетін қалыптастыру, төзімділікке, шыдамдылыққа тәрбиелейді, математикалық есептікке тәрбиелейді. Қазір енді жарысқа осы 35 бала қатысып жатыр. Балалардың деңгейі қазір жақсы. Маусым айында Семей қаласында өтетін Қазақстан чемпионаттары бар, сол жағынан балаларды анықтап жатыр. Сондай-ақ қала маңында жаппай көкпар ұйымдастырылды. Оған елді мекендерден шабандоздар келіп, көкпардың көрігін қыздырды. Бүгінгі күні облыс аумағында ұлттық спорт әлеуеті даму үстінде. Оған дәлел бүгінгі көкпар жарысы деді ұйымдастырушылар. Қазір 50-ге жуық шабандоз, палуан, көкпаршылар қатынасып отыр. Тәуелсіздік алғаннан кейін ұлттық спортымыз дамып келеді ғой. Сол өзіміздің ұлттық спортты одан арғы насихаттап, өзіміздің осы ұлттық спортымызды дамытып, ауылдарда, елдерде, елді мекендерде соған орайлас ұйымдастырылып жатқан шара бұл. Бүгінгі күні өңірде ат спорты қарқынды дамуда. Әр ауылдың көкпар командасы да бар. Ат баптап бәйгеге қосып жүрген жігіттер де аз емес. Нұрислам Ғұмар, Айбек Қуандықұлы, ТДК 42, Атыраудан.